Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында бургерге арналған тоқаш дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті және жылы суды құйып араластырамыз. Үстінен қант саламыз. Аштығымызды салып араластырып аламыз. Барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін тұзымызды салып, жұмыртқаның ақуызын құйып, майымызды құйып және қаймағымызды салып араластырып аламыз. Барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қажетінше ұнды қосып, осылай қамыр илеп шығамыз. Илеген қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып көтертіп қоямыз. Көтерілген нанымызды осылай ыдыстан алып 6 бөлікке бөліп домалақтайтын боламыз. Өзімізге қажет бөлікке бөліп домалақ пішінге келтіреміз. Дайын болған тоқаштарымызды тағы да жарты сағатқа бетін жауып көтертуге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне кунжут сеуіп 180 градуста пісіретін боламыз. Сіздермен болған жансая менің каналыма, инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта да түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар.